Қазіргі уақытта әлемдік стандартқа сай оқыту процесінің көптеген түрлі жүйелері енгізілуде. Ұстаз инновациялық технологиялардың түрлерін білуге міндетті деп есептеймін. Сондықтан мен Измагамбетова Гүлшат Каримуллақызы, Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Казталов балалар музыка мектебінің домбыра прима сыныбының оқытушысы, сіздермен музыка мектептерінде ойын әдістері арқылы жаңа технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың қызығушылығын қалай арттыруға болатынын сіздермен бөлісетін боламын. Егерде біз музыка сабағында жаңа инновациялық технологияларды пайдаланып, интеграциялық сабақты өткізетін болсақ, балалардың қызығушылығын арттырамыз. Себебі интеграциялық сабақ оқушылардың ойлау қабілетін және музыкалық шығармашылығын дамытады. Егер сіз аспапты үйрете отырып, ойын әдістерімен қоса цифрлық ресурспен байланыстырып үйрететін болсаңыз, онда сіздің жұмысыңыз өз нәтижесін береді. Менің ұсынысым Virtual Live Workets интерактивті тапсырма құру сайты арқылы және музкор қарапайым интерфейсі бар музыкалық ноталарды өңдеуге арналған қосымша бағдарламаны пайдалана отырып, оқушыларға нота сауатын үйрете аласыз. Біріншіден, баланың қызығушылығы арта түседі. Ал екіншіден, оқушының нота сауаты ашылып, оқушыңыз жалықпайды. Әсіресе қашықтан оқыған кезде осы парақша мен платформалар өте тиімді. Оқушыға тапсырманы бересіз, ол кез келген уақытта парақшаңызға кіріп, берілген тапсырманы орындайтын болады. Айта кетерім, мен бұл бағыттарға бірден келгенім жоқ. Педагог-модератор ретінде ізденімпаздығымның арқасында осы бағдарламаларды ізденіп, үйреніп, өз іс тәжірибемде пайдалана бастадым. Нәтижесі мен күткеннен де өте жоғары болды. Себебі менің оқушыларым аспапты үйренумен қатар жаңа технологияларды игерді. Сабақ барысында ойын арқылы пікір алмасып жатқан оқушыларымды көрген кезде мен өз жұмысының жемісін бере бастағанын көрдім. Wordwall интерактивті тапсырма құру сервисін қолдану оқушылардың ақпаратпен жұмыс істеу іскерлігін қалыптастыру арқылы коммуникативті қабілеттерін, ақыл ойын, танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Алған білімдерін практикалық іс-әрекетте қолдануға үйрету. Интерактивті тақтада пайдалануға болады. Менің жұмыстарым бөліміне кіріп, тапсырма түрлерімен танысып, түрлі қызықты ойын түрінде тапсырмалар жасауыңызға болады. Бұл әдістерді қолдану арқылы мұғалім оқушыларға өз бетімен жұмыс істеуге дағдыландырумен қатар, әрқашанда оқып білім алуға ұмтылуға бағыт-бағдар беріп отырады. Сабақ аяқталған соң оқушыларға үйге тапсырма ретінде ойын әдістерін қызықты сұрақ-жауап ретінде берсек болады. Оған қоса орыс тілінен қазақ тіліне аударылған бірінші сынып оқушыларына арналған нота дәптеріміз де бар. Оқушыларға ноталарды сауатты әрі әдемі жазу үшін үйге тапсырма ретінде берсек те болады. Қорыта келгенде, жаңа технологияны меңгеру оқытушының оқу тәрбие үрдісін жүйелі ұйымдастыруға көмектеседі. Оқытудың озық технологиясын меңгеру оқытушының кәсіптік шеберлігіне байланысты. Бұл әрбір ұстазды ойландырып, жаңаша жұмыс істеуге жетелейді. Сабақ барысында интерактивті технологияларды қолдану оқытушының жұмысын нәтижелі етеді, ал оқушылардың білім алуын мәнді де қызықты пайдалы етеді. Назарларыңызға рахмет, іске сәт.